араларыңызда лецитин бердім, балам сөйлеп кетті деген аналар мұқият тыңдаңыздар, қалай әсер етеді. Жалпы бізде сөйлеу орталығы мида екі жерде. Мына жерде есту, мына жерде сенсорлы реч, яғни естіп түсіну орталығы речтің. Мына жерде моторлы реч, яғни жауап беру орталығы. Жалпы мен жаңа айттым, лецитин бізде нандай нейрон болса, дәл осы нейронның мына жерде сыртындағы миелин қабығының түзілуіне қатысады дедім. Ал енді қараңыздар, миелин қабығының түзілуіне қатысатын болса, бұл миелин қабығы не істейді? Бұл бізде мына мидың бір бөлімнен келген сигналды қабылдайды. Яғни, мысалы бала лецитин ішкеннен кейін сөйлеп кетті деген кезде, оның миында осы нейрондық байланыстардың нығаюы, яғни миелинизация жүреді. Енді бізде ең бірінші, мына жерде есту арқылы бала мысалы естиді дыбысты. Енді ол естіп қабылдау сөйлеу орталығына, яғни сенсорлы орталыққа сигнал барады. Бұл жерде сигнал қалай барады? Мынандай нейрондық байланыстар арқылы болады. Яғни мынау бір нейроннан екінші нейронға сигнал өтеді. Мына жақта да нейрон бар. Вот міне көріп тұрсыздар, Вот. Ол нейронға не арқылы өтеді? Миелин қабығы арқылы сигнал өтеді. Бір нейроннан екінші нейронға миелин қабығы арқылы. Енді қараңыздар, импульс өтіп байланыс құрады. Сонда бізде есту мен естіп қабылдау орталығында байланыс құрылады. Содан кейін мынау сөзді түсіну сенсорлы реч орталығы мен бізде моторлы реч орталығы арасында байланыс құрылады. Яғни нейрондық байланыстар нығайып құрылғаннан кейін сіздің балаңыз лецитин ішкеннен кейін сөйлеп кетеді. Бұл жерде тек қана речевой ғана байланыс емес, плюс еще мына жерде сенсорлы речтен маңдай бөлікке сигнал барады. Яғни бала түсінеді айтқан сөзді, Одан кейін маңдайдан бізде мысалы шүйде бөлікке, мысалы Алинор деген кезде басын бұруы, қарауы, ау деп жауап беруі осы лецитиннің именно миелиновая оболочканың құрылуына қатысуы арқылы мида нейрондық байланыстардың нығаюы болып табылады. Нейрондық байланыстар нық құралса, мен бағана айтқандай, мидың барлық функциясы толық қалыптасады. Былайша айтқан кезде 100%.